тебя же тоже было, Галия. Помнишь, ты говорила, начинала болеть? Да, Онкология, вот все надо хорошенько. И в тепло обязательно. Наш крем, вы знаете, не греет, да, не согревает, он, наоборот, любит тепло. Поэтому подкатываясь в тепло, обязательно будет результат. У кого-то за месяц, у кого-то за неделю. А вот эту вот женщину онкологии 4 степени, ее вообще сняли с учета через 4 месяца. Вот это только было начало. Да, это легких. Легких это другое. Это Онкология молочной железы 4 степени, там у нас документы были. Помните, мы по чатам отправляли? Вот, поэтому, когда у людей вот такие вот хорошие результаты, это просто на радость. А за то, что вы донесли до этого человека, помогли ему оздоравливаться, благо от Всевышнего, девочки, это же қандай сауап. Я всегда говорю. Көрдіңіздер ма? Мына кісінің мамасы, короче, маған инстаграммен звондайды ғой. Мен Ақтөбеде тұрамын. Менде қолымда псориаз бар. Мен ертең бір айдан кейін Алматыға командировкаға неге келемін? Санаторияға. Хорошо, келіңіз. Айтатын да көп қой. Жақсы деп. Бір күні мен келдім көктем санаториясына. Иә, келіңізші дейді да, Азат ханым. Что-то Ақтөбеден бір не алып давайте барайық екеуміз бардық, санаторияға бардық та. Сөйтіп мына әйел сол жерде коридорда отырып алып, ана әйел өзі тыңдап не отыр, адамдар отыр сол жерде. Айттық сөйтсек, ол қолында псориазы болған ғой қолында. Біз онкология енді барғаннан кейін обязательно айтуымыз керек қой нәтижені. Онкологиядан бізде нәтижелер көп. Азат ханым өзінің жаңағы онкология нәтижесін айтты адамдардың ше. И сразу ана әйел, Тоғанай деген әйел. У меня маме онкология, уже 3 степень, уже на битне шыққан, көрдіңіздер ма? Это ее мама. Мама, это мама. 85 лет. Уже Ташкентке бардық, уже болмайды ештеңе деп айтты дейді да. Голосовойда бар ғой, естідіңіздер ма голосовойын? Болмайды ештеңе деп айтты дейді да. Содан ана бізден 2 крем алды да ұшты ғой Шымкентке ертеңіне кетіпті. Содан 7 күннен кейін мынандай ғой, 7 күннен кейін қараңыз. Ләйлә ханым, сказка да? Сказка. Жаққан да? Иә, жаққан желген тілінің астына салып. Мына қарасаңыздар, мына жара деген уже шасып 5 ай өмірі қалды деген 5 айдан кейін мынау уже бүкіл дененің бәрі кетеді, сасиды, мамалармен өздерің қашасыңдар деген онкологтар. Шымкентте онкология болып жатқан әйел кемпір. Содан мынау 7 күннің ішінде мынандай болып ана құрттар шыққан ғой, аппақ құрттар. Паразиты. Одан шығып тұр ғой құрт. Иә, мынау құрт шығыпты. Содан деген мына неге бардыра айтып отырмын ғой, мен адам нәтиже алсаң тоқтата алмайсың сен мұны. Қазір Ақтөбені жабатып, даже онкологияны аралап жүріп актив жапты. Өзі сетевик емес, простой 60 жыл келіншек, үлкен не келіншек, өткенде келді ғой айтқан. Она просто хочет адамдарға помочь уже. Ей бәрібір. Көрдіңіздер ма? Қаншама онкологияда жазылғаннан кейін енді. Ода даже Шымкенттегі онковрачтар, солардың өздері шок болған ғой, не алдың ғой, сояққа не қылып Шымкент кетіп жатыр қазір командасы. Уже бірталай зарплатаға шығып қалды, 100 мыңдай зарплата алады аптасына мысалы. Қараңыздар. Так что нәтиже 1000% гарантия. Мынаны да білесіздер ғой. Мынаны біз екеуміз, Азат ханым екеуміз семейге бардық. Семейге барып едік, сол кезде Она семейская, Қарашаш, да? Қарашаш, семейская, оказывается, но Астане живет. Мынау келіп бізге айтқан кезде жыладық қой, отырып алып ше. Анау нәтижесін айтқан кезде мынау деген уже все бітті деген ғой. Күйеуі бәрі неған уже не. Мынау 3 или 4 степень. Мұнда өкпеде опықын. Басқа метастаз берген. Басына ісік болған. Бәрі кеткен ғой мынау. Қараңыздар, жас келіншек мынау. Қарашаш ее видела? Келіп жылап неған кезде Азат ханым екеуміз деген қосыла жылаттық қой. Мен действительно ғой. Адамның өмірі ғой, біз адамдарға өмір сыйлап жатырмыз ғой. Шынында, мысалы менің папам да онкологиядан қайтыс болды, 57 жасында. Менің папам да. Несінде қуықта бізде, қуықта болды опықыл. Мен айтамын да, сол кезде осы крем болса, Аллаға шүкір, деймін ғой. Қазір мен любой онкология, простатит деймін, ерлердің, мен сразу айтамын, ол аденома, ол неге айналып кетеді ол. Еркектерге, тем более мынаны жақ, неғыл, өйткені мен әкемнен сондай болған деп айтамын. Айқайлап тұрып айтамын, неге айтпаймын, өйткені айырылдым ғой мен де әкемнен мысалы. Осы сол кезде осы крем болса, саумал болса, мүмкін мен қазірдің өзінде қаншама мынандай результаттар болады мысалы. Қалай сенбейсің? Адамдардың мысалы өмірін қайталап келеді. Много то же самое, жаңа Ләйләнің көрсеткен сияқты. Онкология за 1,5 баночки, девочки, 7 палатин голосовой бар.
За 1,5 баночки и вообще самая онкология ушла, давайте вот Ой, так. Сначала Моя надо у Татьяна себя знает. результат получить, Моя наверное, Татьяна. да? И надо свой результат. надо. Зульфия, Да, Зульфия, да, кажется. да, өзі да, нәтиже да, көрсетеді. да, Есть она да, самой да, Зульфия, да, когда да, она да. отправляла за Күйеуі всего лишь мысалы, 1,5 баночки қызы девочки. нәтиже бар ғой соны айта берсеңізші тоқтамай ой мына крем анандайға жақсы екен мынандайға жақсы екен Вот дегеннен те, гөрі пожалуйста. мен өзім пайдаландым Мир мына тесін. жерінде мынандайым кетті деп айтсаңыз уже шынайы Мир тесін. жүрегінен қызыңыздың нәтиже көріп алсаңыз тоқтай алмайсыз сіз ғашық болып қалдыңыз ба кремге бітті сізді ешкім тоқтата алмайды тупо кете бересіз Қызым сенеді, говорит, я вижу, что тебе помогает, но что это, Вот надо было ну, точно не могу его принять, говорит, это вот, не идет мне, не А, хочется вот, здесь. да? Вот Фаберлисен занимается, потом духи, такие хорошие духи, сонымен нетеді, и сколько говорю, кейде. келеді Абай, қызыңыз он олар нетсе бірдеңе болса, жағады. даю, жағады. Раньше вообще жағылмайтын, қазір кейде менің арқам тұсап жүр. Видите, уже. Воняет, Келеді, жай воняет. секрет сол ғой бәріміздің балдарымыз қазір ма че доставка бар ма заказ бар ма уже өзім мысалы мастер келіншегі мастер жабайын деп жатыр келінім сонда мен істеп жүрген күйеуім жапты күйеуім екеуміз шетелге барып келдік балам мастер жапты сонда жалғыз өзім мен істеп жатқан олар үйде жүр қазір енді бүйтіп күйеуім де қазір уже шетелге барып келгеннен кейін уже действительно айтып отырмын ғой адам жаңағыдай нәтижеге не қылады Қызым айтады, мам, айтпашы маған дейді. ертең сіз ертең мынандай ақшаға шыққан кезде да ертең өздері үшін не қылады Жаңа Ләйлә айтып отыр ғой, имейте несколько листов. То есть вначале на продаже, даже пока соберете клиентов, пока соберете команду, Да. на продажах вначале себе места понаставьте. Все верхние места, естественно, мы уже занимаем для себя. И эти все места вам будут давать деньги. Мен бағана вчера мы деньги кеше ме выводили, да? Да. Менің қызым айтады ғой, мы в поезде же не ұстамайды дейді. Я говорю, срочно сел тез жазып ал логиндарды вывод жаса. И даю телефон свой. Она говорит, а почему саған? Это же мое же место. Мен өзіме шығармаймын ақшаны. Ақша дегенде это самое. өзінің логині ғой өзінің несі өзінің ақылы өзіне